Химиялық тепе-теңдік. Химияда әр процестің өз орны ерекше. Химиялық өндірістерде өнімді көп алу үшін, энергияны аз жұмсау үшін белгілі бір жағдайлар жасау керек. Химиялық өндірісте тепе-теңдік өнім жаққа ығысу үшін әртүрлі факторлармен әсер етеді. Егер тура реакция жылдамдығын арттыратын болсақ, өнім көп болады. Сыртқы факторлар әсерінен химиялық тепе-теңдік оңға не солға қарай ығысады. Яғни біз сыртқы әсерлер, сыртқы факторлар деп отырғанымыз, мысалы ретінде температура, қысым, концентрацияның өзгеруі деген жағдайларды айтуға болады. Ең бірінші зат концентрациясы туралы айтайық. Яғни біз бізге мысалы әрекеттесуші заттардың біреуінің концентрациясын арттырғанда немесе өнімнің концентрациясын арттырғанда қандай жағдай орын алады, сол туралы айтайық. Бастапқы әрекеттесуші заттардың концентрациясын көбейтсек, тепе-теңдік оңға қарай, яғни өнімге қарай ығысады. Ал егер реакция өнімінің концентрациясын көбейтсек, тепе-теңдік солға қарай ығысады. Мысал ретінде осы реакцияны айтуға болады. Мінекей осы реакцияны мысал ретінде алуға болады. Бұл жерде тура және кері реакция деп отырмыз, яғни оның белгісі міне көрсетілген. Мынау стрелка былай қарай қарап тұрғаны бұл тура реакция екендігін көрсетеді, ал керісінше қарап тұрған бағыты бұл кері реакция, тура және кері реакция екендігін көруге болады. Тура реакция деген реагенттердің өнімі түзетін жақ, кері реакция, яғни өнімнен біз осы реагенттер алыну жағы деп түсініп алсақ болады. Және де бұл жерде концентрация арқылы жағдай жасайтын боламыз. Ең бірінші мысалы SO2-ның концентрациясын көбейтетін болсақ, онда тепе-теңдік өнім жаққа қарай, яғни оңға қарай ығысады. Егер оттегінің концентрациясын көбейтетін болсақ, бұл жағдайда концентрация мынау өнімге қарай, яғни бұл жағдайда тепе-теңдік оңға қарай, яғни өнімге қарай ығысады. SO3 яғни өніміміздің концентрациясын көбейтетін болсақ, онда ол мынау бастапқы әрекеттесуші жаққа қарай тепе-теңдік ығысады. SO2-ның концентрациясын төмендететін болсақ, онда бізде тепе-теңдік осы әрекеттесуші жақта болады. O2-ның концентрациясын төмендететін болсақ, осы әрекеттесуші жақтарға қарай химиялық тепе-теңдік ығысады, яғни сол жаққа қарай деп айтамыз. SO3-дің концентрациясын төмендететін болсақ, осы өнім жаққа қарай тепе-теңдік ығысады. Яғни бұдан келіп айтатын қорытынды, яғни концентрацияны көбейткенде байқасақ, концентрация аз жаққа қарай, барлық жағдайда тек концентрациясы ең аз жаққа қарай тепе-теңдік ығысқанын байқауға болады. Осылай есте сақтап алсақ болады. Яғни кез келген заттың концентрациясын көбейтетін болсақ, азайтатын болсақ, бізде тепе-теңдік концентрациясы аз жаққа қарай ығысады деп есте сақтап алайық. Екінші жағдай бізде температураның әсері. Бұл жерде температура деп айтып отырғандай, міндетті түрде температура болғандықтан өте көп мөлшерде жылу бөлінеді және немесе жылу сіңірілетінін түсінуге болады. Яғни мұндай реакцияларды біз термохимиялық реакциялар деп те атауға болады, яғни плюс Q, минус Q деген сияқты таңбалар арқылы ажыратамыз. Егер жылу бөліне жүретін болса, ондай реакцияны экзотермиялық деп атайды. Ал жылу сіңіріле жүретін реакцияларды эндотермиялық реакциялар деп атайды екен. Бірінші экзотермиялық реакция кезінде температураны жоғарылатсақ, яғни температура мына жүйенің барлығына бірдей беріледі. Температураны жоғарылату арқылы тепе-теңдік солға қарай, яғни әрекеттесуші заттарға қарай ығысады. Ал егер жүйеге температураны төмендететін болсақ, онда өнім түзетін, яғни осы экзотермиялық жаққа қарай ығысады. Ал эндотермиялық жағдай кезінде температураны жоғарылату арқылы химиялық тепе-теңдік өнім түзуші жаққа, яғни эндотермиялық жаққа ығысады. Ал температураны төмендету арқылы әрекеттесуші заттар жаққа қарай ығысады.
жүйеде газ көлемі өзгергенде қысым тепе-теңдікке әсер етеді. Яғни бұл жерде газ көлемдері реакция теңдеуіндегі коэффициенттер арқылы анықталады. Бұл жерде негізінен реакция келесідей өтеді. Мысалы ретінде N2H3H2-ның реакциясын қарастырайық. Яғни бізде осындай реакция берілсін. Газ көлемдері осы реакция теңдеуіндегі коэффициенттер арқылы анықталады. Реакция теңдеуінен көріп отырғандарымызда олардың агрегаттық күйлер көрсетілген. Мысалы N2 газ, H2 газ, NH3 газ екендігін көруге болады. Және де көлемін есептейік. Реакция теңдеуі бойынша мына жерде 3 болса, мына алдында 1, екеуін қосқанда 4. 4 көлем. Мынау реакциядан кейін алдында 2 көлем. Осындай реакция теңдеуі көрсетілген. 2 көлем болып тұр. Ал енді қысыммен әсер етейік осы реакцияға. Яғни қысымды жоғарылатқанда тепе-теңдік көлемі аз жаққа қарай ығысады. Яғни ол дегеніміз мынау өнім жаққа қарай тепе-теңдік ығысады. Ал егер қысымды төмендететін болсақ, мына жүйедегі қысымды төмендететін болсақ, онда көлемі көп жаққа қарай тепе-теңдік ығысады. Екінші жағдай, мысалы, мынадай реакция жүрсін. SO2 газы мінекей осындай реакция жүрсін. Бұл жерде SO2 газ, H2O сұйықтық, H2CO3 бұл ерітінді. Бұл жерде тек қана газ ретінде SO2 газы болғандықтан көлемдерін тек газдыкін ғана есептейтін боламыз. Яғни бұл жерде 1 көлем және 0 деп есептейміз. Өйткені қалғандары агрегаттық күйлері газ емес, сондықтан осылай 0 болады. Егер осы жүйеге қысымды көбейтетін болсақ, онда тура жаңағыдай қысымы аз. Мына жерде жоқ деп айтуға да болады. Яғни қысымы аз жаққа қарай тепе-теңдік ығысады. Яғни өнім жаққа қарай ығысады, оңға қарай ығысады деп айтамыз. Ал егер қысымды төмендететін болсақ, осы реакциядан төмендететін болсақ, онда көлемі көп жаққа қарай тепе-теңдік ығысады деп айтамыз. Яғни ол мынау әрекеттесуші заттар жаққа қарай тепе-теңдік ығысады. Үшінші жағдай, N2 плюс O2 2NO. Мысалы, мына реакция теңдеуі бойынша қарап отырсақ, барлығы газ, N2 газ, O2 газ, 2NO бұл жерде де газ болып табылады. Барлығы бірдей газ, және көлемдерін есептейік. Бұл жерде мына алдында 1 коэффициент, N-нің алдында да 1 коэффициент, екеуін қосқанда 2 көлем. Және реакция теңдеуінен кейінгі NO газында да 2 көлем. Ортасына теңдік белгісі. Және де осы кезде жүйеде екі жағында көлемдері бірдей, әрі барлығы газ болып тұр. Бұл жерде егер қысымды, осы жүйеде қысымды көбейтетін болса, тепе-теңдік ешқайда ығыспайды. Сонымен қатар қысымды төмендететін болсақ та, химиялық тепе-теңдік ешқандай, яғни оңға да солға да ығыспайды. Тең күйде орын алады, өйткені тепе-теңдік тең күйде орын алады, өйткені екі жақта қысым бірдей. Сондықтан да осындай болады. Яғни оңға да солға да тепе-теңдік ығыспайды. Достар, енді осы білгендерімізді пысықтау үшін мынадай тестті жасап көрейік. Мен арнайлап жазып қойдым. Бірінші тестіміз осындай. Қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етпейді. Яғни бұл бірден жаңағы үйренгеніміз қысым туралы айтып отыр. Қысымды жоғарылатсақ та, яғни қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етпейді деген болатынбыз. Әрине бұл көлемдері бірдей болған жағдайда, әрине бұл барлығы бірдей газ болған жағдайда екенін білеміз. Сондай вариантты іздейміз. Бірінші А вариантында H2O2 газ екендігін көрініп тұр. H2O бұл сұйықтық. Бұны сызып тастаймыз бірден. Өйткені уже сұйықтық бар бұл жерде.
Ал бізге керегі барлығы бірдей газ болу керек. Және екі жағындағы қысымда, екі жағындағы көлемдері тең болу керек. Яғни реакцияға дейін, реакциядан кейін. Екінші Б варианты кальций СО3 бірінші мынадан көріп қатты зат екендігін көрдік. Бірден бұл вариантты сызып тастаймыз. Бұл уже жарамайды, өйткені қатты заттан басталып тұр. Үшінші вариант СО газ, H2O бу деп тұр. Бу мен газ екеуі бір зат, яғни бұл жарайды газға. СО2 газ, H2 газ, яғни бұл жерде барлығы бірдей газ екендігін көруге болады. Және көлемдерін санайық. Алдында коэффициент 1, мына жерде коэффициент 1, екеуін қосқанда 2. Мына жерде коэффициент 1, 1, 2, 2-ге 2 тең. Демек, бұл жерде қысымды жоғарылатсақ та, төмендетсек те, яғни ешқандай тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етпейді. Яғни бұл жерде жоғарылату әсер етпейді деп сұрап тұр сұрақ бойынша. Демек, мына жерде жауап С варианты дұрыс екен. Мына вариантты көрейік, мінекей. Бұл жерде уже көлемдері әртүрлі болып кетеді екі жақтың. Өйткені мына жерде 1, мына жерде 3, екеуін қосқанда 4, мына жақта 2. Бағана айтқан болатынбыз, яғни қысымды жоғарылатсақ, егер көлемдері әртүрлі болған жағдайда, онда көлемі аз жаққа қарай ығысып кетеді. Ал бұл жерде әсер етпеу керек деп тұр. Яғни біз жауабын тауып қойдық. Жауабы С варианты екен. Екінші сұрағымыз, берілген реакцияның дейді, тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай. Оңға қарай дегеніміз, мынау оң қарай, оң жағы, мынау сол жағы. Яғни бұл температураға байланысты екендігін көруге болады. Өйткені мына жерде плюс Q деп тұр, температура. Жылу бөлініп тұрған реакцияны бізге беріп тұр. Оңға қарай ығысу үшін еске түсірейік. Бірінші, қысымды жоғарылату дейді. Бұл жерде қысым әсер етпейді, яғни бізде температура қажет. Бұны сызып тастаймыз. Мынау қысымды азайту деген вариантты да сызып тастаймыз. Концентрацияны азайту деген вариантты сызып тастаймыз. Сол кезде тек қана қыздыру деген вариант қалады. Өйткені біз бағана айтқан болатынбыз, температура деп айтқаннан ақ осы плюс-минус Q-ды еске түсіру керек. Достар, осындай сынды видеолар сізге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, менің видеома лайк басып, комментарийге ұнады деп жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.